Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі пайдалы арна каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен қырыққабаттың пайдалы жақтарымен бөліскім келіп отыр. Және де бір лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Егер де жас аналарыңызда кеудесіндегі сүт кетпей жатса, оны орам жапырақ жаңағы қырыққабаттың сыртқы бөлігін, екі бөлігін алып, жылытып, омырауға қойып, бір түн байлап жатсақ, сүт әп-сәтте-ақ тартылады. Ендігі қырыққабаттың пайдалы қасиеттерімен бөліскім келіп отыр. Бұл көкөніс дақылының ең танымал сортының шығу тегі жерорта теңізінде, солтүстік Африкада және батыс Еуропада өсетін жабайы өсімдіктерден келеді. Қырыққабат алғаш рет ежелгі Ибрайда өсірілді. Ол жерден Грекияға, Римге және Египетке тарады. Біздің жерімізде өсімдік ежелгі жазбаларда көрсетілгендей 8 ғасырда пайда болды. Содан бері қырыққабат адамдар үшін әдеттегі күнделікті диетаға енді, одан да ол бүгінгі күнге дейін заңды түрде қалды. Орыс асханасында осы көкөністі қамтитын тағамдарға арналған мыңдаған рецептер бар. Әсіресе барлық ашытылған қырыққабатты жақсы көреді. Ол скит деп аталатын мерекелерге арналған. Ақ қырыққабат, оның пайдалы қасиеттері ұзақ уақыт бойы белгілі. Ресейлік ауыл шаруашылығында артықшылықты көкөніс дақылдарының бірі болып табылады. Ол барлық жерде, әсіресе Сібір және Чернозем емес аймақтарда өсіріледі. Көкөніс өсіру бөлінген жердің жартысынан астамы ақ қырыққабат алып жатыр. Көкөністің пайдалы қасиеттері көп мөлшердегі мазмұнымен расталады. Қырыққабаттың пайдалы қасиеттері асыра бағалау қиын болатын қырыққабатта витаминдер мен минералдардың көп мөлшері бар. Көкөністің атын естігенде біз бірден ақ немесе гүлді қырыққабатты елестетеміз. Бұл дәруменнің мазмұны жағынан ешқандай кем түспейтін, басқа сорттарға әділетсіз. Қырыққабаттың негізгі сорттарын қарастырыңыз. Қырыққабат дегеніміз не? Ақ қырыққабаттың адам ағзасына пайдасы мен зияны, мұның бәрі салауатты өмір салтын ұстанатын, денсаулығын қадағалайтын және халықтық емдеу әдістеріне қызығушылық танытатын адамдарға үлкен қызығушылық тудырады. Сондықтан біз бұл сұрақтарға келесі мақалада жауап беруге тырысамыз. Ақ қырыққабаттың құрамы витаминдер мен минералдардың көп мөлшерін қамтиды. Ерте сорттардың жапырақтарына С витамині 20 миллипайыз, кеш піскенде 70 миллипайыз болады. Қырыққабаттың С дәруменін ұзақ уақыт сақтайтын қасиеті бар. Бұл ұзақ өмір сүрудің сыры. С витамині қырыққабатта тек таза күйінде ғана емес, сонымен қатар химиялық байланысқа аскорбиген түрінде кездеседі. Дәстүрлі медицина рецепттерінде қырыққабат шырыны әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылады. Көкөністің пайдалы қасиеттері мыналарға оң әсер етеді. Бірінші, 12 елі ішектің ойық жарасын емдеу, денені тазарту және салмақ жоғалту, іш қатуды емдеу және алдын алу, бауыр мен көк бауыр проблемаларын қалыпқа келтіру. Қырыққабат дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы әртүрлі тағамдарды дайындаушы үшін қолданылады. Әйелдер үшін өз фигурасына қамқорлық жасайтын әйелдер бұл көкөніске ерекше назар аудару керек. Өйткені оның құрамында біз тұтынатын көмірсулардың май
шөгінділеріне айналуына жол бермейтін тартрон қышқылы бар. Бірақ көпшілігі үшін тәттілерсіз қандай қиын. Айтпақшы, тартрон қышқылы термиялық өңдеуден қорқады, бірақ ол қышқылда тамаша сақталады. Ал қырыққабатта бізге әйелдерге өте қажет фолий қышқылы бар. Жасушаның жаңаруы және оттегімен қанықтыру онсыз мүмкін емес. Иә, тері үшін де, шаш үшін де таптырмас нәрсе. Жүктілік кезінде фолий қышқылының қажеттілігі туралы бәрі біледі, бірақ бұл жасөспірім қыздарға жынысты жетілдіру түзетеді және жастағы әйелдерге қажет. Кез келген адам қырыққабатты жеу арқылы кеудесін ұлғайту мүмкіндігіне байыпты қарауы екі талай, бірақ бұл көкөністе сүт безі қатерлі ісігінің тиімді алдын алатын зат бар екендігі дәлелденеді. Каналым ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.